Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге екі ақша табу жолын көрсетемін, және де сол ақша табу жолларынан ақша шығаратын боламын. Сол себепті де видеоны міндетті түрде басынан соңына дейін көріңіздер. Сол кезде барлығын түсінесіздер, және де ешқандай артық сұрақтарыңыз болмайды. Ал енді қараңыздар, барлықтарыңызды келе жатқан жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Жаңа жылда сіздерге жаңа бақыт, жаңа табыс тілеймін. Енді бізге жаңа жылға қарсы кішкене розыгрыштан бізде 2 адам ұтады, және де розыгрыш 10 000 теңге. 5 мыңнан 2 адам ұтатын болады. Ол үшін не істеу керек розыгрыштан ұту үшін? Просто осы видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызға таратсаңыздар жетеді. Мысалы 15-20 адам комментарий жазып, лайк басып, мен айтқан нәрселердің барлығын жасайтын болса, соның 2-і ғана ұтады. 5 мың теңгеден. Жауабы біздің телеграм-каналға шығады. Сол себепті де телеграм-каналға да тіркеліп қойыңыздар. Ал енді қараңыздар, біріншісі ол mCrypto деп аталады. Бұл mCrypto деген приложениеда мен алдын 2 рет ақша шығарғам. Менде телеграм-каналда қателеспесем выводтың скрины болған. Бұл mCrypto деген приложение шынымен де ақша төлейді. Қазір сіздерге қалай қолданатын және де қалай ақша шығаратын көрсететін боламын. Енді қараңыздар, ең бірінші менің телеграм-каналымда ссылкасы болады. Сол ссылка арқылы регистрация жасай аласыздар. Регистрация жасап болғаннан кейін біз не істейміз? Осы Spreadsheet деген жерге кірсек, осында бізге бонус береді кіргеніміз үшін. Одан кейін қателеспесем әр заданияны соңына дейін орындағанымыз үшін тағы да осындай бонустар береді. Ол 460, кейде 500, кейде 400 болады. Home'ға кіресіздер. Сіздер ең бірінші не істеулеріңіз керек? Ең бірінші регистрация жасап, осы жердегі бонусты алып болғаннан кейін Play Now деп заданиялар орындайсыздар. Заданиялар бұл жерде қиын емес. Қараңыздар, біз қазір дәл осы ойынның өзінен 5000 монета таба аламыз. Ол монетаны табу үшін не істеуіміз керек? Біз просто Play Now басамыз. Осы ойынды скачать етіп аламыз. И сол ойынды ойнауымыз керек. Әр ойнаған сайын, осы ойынды ойнаған сайын минут өтеді. Біз ойнамасақ та болады. Просто ойынды қосып қойсақ болады. Әр минутта бізге 82 монетадан береді. Қателеспесем солай жазылған ол жерде. Әр минут сайын 82 монетадан береді. Міне Alibaba'да да бізде қараңыздар, 88 монета береді. Мына жерде 48 монета береді. Давайте мен Alibaba'ны тарта салайын, оңайырақ болу үшін. Қазір тартып ары қарай көрсететін боламын. Міне қараңыздар, мен дәл қазір Alibaba'ны ашып 1 минут тұрдым. Маған міне көрсеңіздер 88 монета берді. Енді қараңыздар, просто Play Market'ten осыдан жасайсыздар, сразу ашасыздар, болды, ішінде тұрасыздар. Ешқандай қиындығы жоқ. My Apps деген жерде қарасаңыздар, мен осы жерден 88 монета жасағам. Енді қазір 5644 монета жасай алам. Одан кейін заданияны полностью соңына дейін орындап болғаннан кейін задания жоқ болып кетеді. Просто енді қараңыздар, просто осы жерден Play Now деген бассаңыздар, сразу Alibaba'ға жібереді. И әр минут тұрған сайын сіздерге сол монеталарды беріп отырады. Ол монеталар не десеңіздер, ол монета кәдімгі доллар. Қазір ол монеталар қалай шығаратынын көрсетеді. Одан кейін Spatch деген жерде тағы да бонус берді бізге. Міне ашамыз. Міне көргендеріңіздей 440 монета берді. Одан кейін біз просто аккаунтқа кіреміз. Жоқ, Redeem деген жерге кіреді екенбіз. Көргендеріңіз бұл жерде USDT-мен, биткоинмен, эфирмен, Binance койнмен, яғни Binance Smart Chain'нің койнымен и Ripple'мен шығарып алсақ болады. Қазір мен USDT-мен шығарам. Қалай шығарғанын қазір көрсетем. Менде историяны көре салайық алдын. Историяны көретін болсақ, менде көргендеріңізде алдын $0.05 шығарғам, одан кейін $1 шығарғам. Ақша бұл жерден 100% түседі. Просто басамыз USDT-ді. Менде дәл қазір 2900 минимальный сумма 0.3 USDT. Мен қазір 0.3 USDT шығара алам. 9700-ге жеткізу үшін 1 USDT болу үшін мен 9700 монета жинау керекпін. 9700 менде монета жоқ, сол себепті де мен 0.3 қана шығара алам. Осы жерге Binance-қа тіркелген Gmail почтамызды жазамыз, болды. Мысалы, қандай почтамен сіз Binance-қа тіркелдіңіз, соны жазасыз, болды. Қазір мен тез жазып жіберем. Міне көргендеріңіз менде кетті деді, 48 сағат ішінде келіп түседі деген. Шынымен бір күн, примерно бір күннен кішкене аса уақытта түседі. Все, біз историяны қарайтын болсақ, қазір менде көргендеріңізде процессинг деп тұр. Яғни қаралымда пайт десе түсті деген сөз. Ал енді екіншісі бізде Chile деген приложение, өте танымал приложение. Кез келген сеттерден сіздер рекламасын көрген шығарсыздар. Мен бұл приложениеде очки сатып алған болатынмын.
Сол кезде менен өте көп адамдар сұрады, қалай ақша шығарасыздар, қалай ақша шығаруға болады деген сияқты сұрақтар өте көп болды. Қазір мен сіздерге ақша шығарып көрсететін боламын, және де сол очки сатып алғалы бері қанша ақша тапқанымды барлығын көрсететін боламын. Енді қазір біз Чилиге кіреміз. Бұл жерде ең бірінші біз заработай деген жерге кіріп көрсек болады. Бізде ең бірінші просто тіркелгеніміз үшін стартинг деген очки тегін береді. Бұл стартинг деген очкимен сіз аптасына 1,5 немесе 2 доллардан артық таба алмайсыз. Мысалы, күніне 15 минут, жарты сағат көріп жүріп, аптасына жарты сағат 15 минут бойы видеолар көресіз. Соның итоғы аптасына, яғни былайша айтқан кезде 1,5-2 доллар ғана таба аласыз. Ал сіз очки сатып алатын болсаңыз, күніне 1,5 мен 2 доллардың арасында табасыз. Бірақ қазір кішкене ценасы түсті токеннің. Сосын очкидің өзі 50 доллар тұрады. Маркетке кіріп кейс деген жерде мен сатып алған болатынмын. Алдыңғы видеоларда бар, көріп шықсаңыздар болады. Осы жерден сатып алған болатынмын. Барлық адамдардың көзінше видеода сатып алғам 50 долларға. Қазір енді ол кезде токен 2,5 доллар тұратын. Қазір токен бізде 1,45 доллар тұрады. Яғни көргендеріңіздей 30%, 35%-ке дейін түсті. Міне қарасаңыздар 14 күндігін көретін болсақ, міне 2,64, 2,63 сондай еді токеннің ценасы. Қазір 2 есе жоғалды деп айтуға болады. 2 есе емес, 40%, 35% жоғалды. Сосын уровень өсірсек болады. Менде қазір очкимді 2-ші уровеньге дейін өсірдім. Және де бұл жерде менде дәл қазір 7,8 ли токен бар. Мен оның алдында бірақ шығардым. Қанша шығарғаным есімде жоқ. 14 или 15 ли шығардым деп ойлаймын. Жоқ, 10 ғана ли шығарған екенмін. 10 ли. Ол кезде 2,63 еді ценасы. Міне 26 доллар шығарған екенмін мен алдын. Сосын кішкене очкимнің уровендерін көбейттім. Қазір енді тез қалай букс ашатынын, одан кейін қалай ақша шығаратынын көрсем. Қазір мен примерно 5-10 минут көремін. Сол кезде маған букстар береді. Сол букстардың ішінен ли деген токен шығады. Міне дәл қазір менде букс шықты. Буксты ашамыз. Менде наугат ли шығады. Көргендеріңіздің 0,3 ли. Тағы да ары қарай көрсем болады. Менде тағы бір букс шығады. Ли букс шықпайды. Әр күн әр түрлі. Кейде 2 букс шығады, кейде 3 буксқа дейін шығады, кейде 1 букс шығатын кездері болады. Міне мен кішкене көрдім. Менде тағы да 2-ші букс шықты. Ашамыз. 0,25 ли. Ни воды, ни пыли. Ему не... Енді қараңыздар, енді барлығын көреміз. Просто кошелекқа кіреміз. Ли деген монетаның үстін басамыз. Көргендеріңізден маған 30 күнігі бүгінгі число 0,11 ли. Просмотр ленты, одан кейін букс. Просмотр ленты тағы да 11 ли. Одан кейін букс. Көргендеріңізден маған плюс-минус 0,7 или 0,8 ли түсті. Ол 1,2, 1,3 доллар болады. Енді қазір мен сіздерге шығарып көрсететін боламын. Чилиде жаңа функция бар. Яғни сразу Каспиге шығаруға болады. Бірақ процент өте көп. Продать ли басамыз. Міне көргендеріңізде сразу банкқа шығаруға болады. 1 лидің ценасы 656 теңге. Комиссия қазір 0 деп тұр. Міне комиссия 15%. Көргендеріңізде комиссия өте көп. 15%. Менде қазір 8,6 лиім 4,800 теңге болды. Біз если биржаға шығаратын болсақ 5,500, 5,400 болады. Мен қазір оңай болу үшін және тез болу үшін просто Каспимен шығара салам. Басамыз. И осы жерге біз Каспи адрес жазуымыз керек. Міне номер карта жаз деп тұр. Қазір Каспи адресін жазам. Мен дәл қазір мен Каспи адресін жаздым. Мен обратно лақтырды. Көргендеріңізде -8,6 ли деп тұр. Готово басамыз. Все. Бізде ақша кетті. Қателеспесем бір күн ішінде келіп түседі. Көргендеріңізде кетті. Енді барлық жоғы мен бұл жерден сол кезде алдын 10 ли, қазір 8 ли, 19 ли шығардым барлық жоғы, бірақ екеуінің ценасы екі түрлі. Біреуі 2,63-тен, біреуі 1,48-ден. Дәл қазір приложениені тегін қолдануға болады, бірақ менің ойымша очки сатып алудың қажеті жоқ деп ойлаймын, себебі очкилер өте қымбат.
ұқпаймыз, өте жай. Токен ценасы шынымен түсіп жатыр, алдын түспейтін. $2.6 тұрған, ал қазір уже 1.40, 1.8 секіріп жүр. Бірақ очкилер ценалар түспеді. Көргендеріңізде мен токен $2.6 кезінде $50 алғам, қазірде $50 тұр.